Баршаңызға сәлем достар. Күнделікті тұрмысқа арналған лайфхактармен бөлісетін боламын. Видеоға лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Туалет қағазының бос бутылкасын ешқашан қоқысқа тастамаңыз. Себебі сіз білмейтін қарапайым лайфхактар бар. Олар үй тіршілігін жеңілдетіп, кеңістікті реттеуге көмектеседі. Қоқыс жәшігінен жағымсыз иіс шықса, осы әдісті жасап көріңіз. Ол үшін бізге эфир майы керек болады. Мен аптекадан шөптен жасалған түрін алдым. Өздеріңіз кез келген ұнатқан иісті алуға болады. Бұл бізге жағымды иісті шығару үшін қажет. Менімен бірге қайталап көріңіздер. Ол үшін осылай бос бутылкаларды бөліктерге бөліп, қоқыс жәшіктің астына қаз-қатар тізіп қоямыз. Эфир майын тамызып, бутылкаларымызды астына салып қоямыз. Эфир майы бутылкаларға сіңіп, бізге хош иістендіргіш шығарып тұрады. Нәтижесінде біздің қоқыс жәшігіміз ешқашан сасымайтын болады. Күнделікті тұрмыста өзім осылай пайдаланамын. Пайдаларыңызға жарасын, менімен бірге қайталап жасап көріңіздер. Осылай жасап көруге кеңес беремін. Келесі лайфхактардың бірі аяқ киімдерді дұрыс сақтауға арналады. Күнделікті тұрмыста аяқ киімдердің алдары басылып қалады. Аяқ киімдерді дұрыс және ұзақ сақтау үшін алдына кез келген заттарды салуға болады. Және мен сіздерге бос бутылканы аяқ киімнің астына салуды көрсетемін. Және бұл әдіс аяқ киімді ұзақ сақтайды, сонымен қатар ешқандай иісті алдын алады. Нәтижесін көріп тұрғандарыңыздай, аяқ киіміміз қатты және басылмайды. Сонымен қатар ешқандай иіс болмайды. Күнделікті тұрмыста сіздер де осылай пайдаланып көріңіздер. Осы әдіс сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жазып кетіңіздер және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі әдістің бірі шашқа арналған шаш буғыштарға арналады. Күнделікті өмірде шаш буғыштар әр жерде шашылып жатады. Осылай мен целлофанға жинақтап қоямын, бірақ та бұл дұрыс емес әдіс. Ол үшін бізге тағы да бос бутылкалары қажет болады. Осындай бос бутылкаларға мен шаш буғыштарды жинақтап тізіп қоямын. Яғни пайдалануға да, жинақтыруға да маған қолайлы. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі әдіс сотка зарядтауға арналған шнурларға арналады. Бәріміздің үйімізде осылай сотка зарядтайтын шнурлар шашылып жатады. Ол үшін бізге бөліктерге бөлінген бутылкалар қажет болады. Сотка зарядтайтын құрылғыларымызды жинақтап, бутылкалардың ішіне салып қоямыз. Бұл бізге жинақылық және де қауіпсіздік ретінде қажет болады. Сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер, және бұл бізге өте пайдалы. Кез келген шнурды осылай жинап қоюға болады, және де бұл бізге пайдалануға өте ыңғайлы. Сонымен қатар бутылкалардың сыртына жазып қоюға болады. Бұл құрылғыны қайда пайдаланатындығыңыз, яғни шатыспау үшін. Күнделікті тұрмыста осылай пайдаланған өте ыңғайлы және де жинақы көрінеді. Мен үнемі осылай жасаймын. Достарыңызбен бөлісіп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.
Келесі лайфхак шалбарға арналады. Әдетте ілгішке ілінген шалбардың бізде қыры қалып қояды. Ондай жағдайды болдырмау үшін мына әдісті жасап көріңіз. Ол үшін втулкаларды бөліктерге бөліп, ортасын кесіп, ілгіштерге орналастырамыз. Ілгіштерге ілінген втулкаларымыз біздің шалбарға ешқандай ешқандай қырын қалдырмайды, және де өте жақсы орналасады. Шалбарымызда ешқандай қыры қалмайды, өте жақсы тегіс болып жинақталады. Маған осы әдіс ұнады, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Сонымен қатар достарыңызбен бөлісіп, комментарий, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Келесі лайфхак біздің терезеге арналады. Терезенің жақтауындағы қуыстарды жуу бізге өте қиындықтар тудырады. Ол үшін бізге втулкалар қажет болады. Втулкаларды пылесостың басына саламыз, және втулканың көмегімен қуыстың ішіне кіргізіп, барлық шаңды сорып аламыз. Мен осы әдісті өзім пайдаланып көрдім, және сіздерге де бөлісіп отырмын. Осы әдіс арқылы пайдаланып көріңіздер, және нәтижесі өте керемет. Барлық әдістер сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты лайфхактармен бөлісіп отырамын.